Қайырлы күн әріптестер. Қазір сіздерге миллион кімге бұйырады ойынының шаблонын көрсетемін. Бұл шаблон жалпы 42 слайдтан тұрады, бірақ сұрақ саны 12 сұрақ. 12 сұрақты құрастырасыз. Өзіңіздің пәніңіз бойынша сұрақты құрастырып аласыздар. Және оқушыларға интерактивті тақтада ұжымдық тапсырма ретінде қойсаңыздар болады, немесе бір оқушыға, екі оқушыға топтық тапсырма ретінде де құрастырып ойнатуға болады. Қазақ тілінде мына жерде 500 теңгеден басталады және миллионға дейін құрастырылған шаблон. Жалпы шаблонды мен бірінші бетінен бастап ашып көрсетемін. Бірінші слайдтан бастап осылай басталады. Ойынды бастау кейінге басамыз. Одан кейін ең алдымен басамыз, былай сұрақ шығады. Одан кейін тағы рет басамыз, әрбір варианттар шығады. Енді осы сұрақ бойынша сұраққа жауап береді. Немесе мына жерде бізде залдың көмегі 50-50 және досыңа қоңырау шалу деген бар. Мен қазір осы жерден біріншісін көрсетемін. Мысалы, мына жерде залдың көмегіне басатын болсақ, яғни осындай не шығарады диаграмма. Мына диаграммада С вариантының несі көп болып тұр. Осы С-ны басамыз, мысалы. Одан кейін тексереміз. Дұрыс. 5 теңге ұтты. Енді келесі. Келесі бізде Алкин класына жатады дейді. Енді мына жерде тағы да осыған басатын болсақ, тағы да бассақ, залдың көмегі шығады. Енді мен 50-50-ді көрсетемін. 50-50-ге басатын болсақ, екі нені қалдырады, екі вариантты қалдырады. Жақын екі вариантты қалдырады. Осының ішінен қайсысы тура келеді, соны таңдаймыз. Одан кейін тексереміз. Дұрыс. Жақсы. Келесі сұраққа өтеді. Үшінші сұрақ. Үшінші сұрақта алкиндердің бірінші өкілінің аталуы, яғни бұл химия пәні бойынша байқаған болсаңыздар. Енді мына жерде үшінші мынаның барлығы істейді. Мен қазір барлық шаблонды істейді. Үшінші ненің көрсетемін. Досыңа қоңырау шалу болып қандай. Бұған басатын болсақ, осындай шаблон ашылады. Батырманы бір рет басқан кезде минут айналады. Дәл осылай осы уақыт соңына жеткенге дейін досыңа қоңырау шалып, сұрақты айтып, соның жауабын тыңдауға болады. Одан кейін мына уақыт біткеннен кейін сұраққа жауап береді. Мысалы, қазір уақыты бітсін. Уақыт аяқталды. Енді мына жердегі батырмаға басамыз. Жаңа сұраққа қайтып келеді. Енді мыналарды пайдалануға болмайды. Яғни бір рет қана, мысалы, досыңа қоңырау шалуды пайдаландық па, енді 50-50 нені қолдануға болмайды. Осындай өзінің несі бойынша, талаптары бойынша. Одан кейін біз, мысалы, бір қате жауапты белгілейін, ол қандай болады көрсетемін. Мысалы, осы белгілерді тексереміз. Осыдан кейін болды, аяқталады. Егер әрі қарай жалғасатын болса, дұрыс белгілегеннен кейін жалғасатын еді. Енді мынау шаблонды мен ссылкасын комментарий бөлімінде қалдырамын. Жүктеп аласыздар. Одан кейін бұл жерде қазір химия пәні бойынша тұр. Мен мынандай шаблонды тура осы. Бірақ бұл жерде былай жазып қойғанмын. Мысалы, сұрақ жазыңыз деген жерге сұрақты қоясыздар, сосын қате жауап деген жерге қате жауап, дұрыс жауап деген жерге дұрыс жауапты жазамыз. Одан кейін мынау слайдтар бізде скрытый болып тұр. Өйткені мынау бірінші сұрақтың несі, бірінші сұрақты бірінші осы жерде құрастырып аламыз. Одан кейін мына жерде 50-50-ді басқан кездегі бізде қалдыратын нені, мынау сонда бізде осының гиперссылкамен өтетін слайды. Яғни осының жалғасы, бірінші сұрақтың. Қалған барлығы да осылай жалғасқан. Яғни осы бірінші сұрақтағы
Бірінші сұрақты қайтадан осы жерге қоямыз, яғни 5 теңге деп тұр ғой, осы жерге сұрағын қоямыз және мына жердегі қалай тұр, тура солай қате жауапты мына жерге А-сына, дұрыс жауапты С-сына қойып, осылай барлығын сұрақты құрастырып аласыздар, қиын емес. Тек қана 12 сұрақты жазып шықсаңыздар болды. Мына жердегі қалған нелерге тиіспейміз, анимацияларға және гиперссылкаларға тиіспейсіздер. Тек қана осылай сұрақтарыңызды және жауаптарыңызды қойып, құрастырып, ойынды қолдансаңыздар болады.